Пирогымыз дайын болды. Kesкен кезін көрсетейін. Осылай шығады. Күшті. Сіздер де жасап көріңіздер. Бүгін сіздермен вареньеден пирог жасайтын боламыз. Ол үшін 2 жұмыртқамызға 150 грамм шекерімізді салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Жақсылап араластырып алдық. Енді 150 грамм бөлме температурасындағы тұрған сары майымызды саламыз. Енді осы сары майымыздың үстіне електен өткізілген 400 грамм ұнымызды салып, жақсылап крошка жасаймыз. Үстінен 1 шай қасық разрыхитель саламыз. Енді жақсылап крошка жасаймыз. Мен енді бір қолмен видеоға түсіріп тұрған соң, бір қолмен араластырып жатырмын. Жұмсақ қамыр илейміз. Енді бір қолмен кішкене ыңғайсыздау тұр. Осылай жұмсақ қамыр илейміз. Бөлме температурасына 1 жарты сағатқа қоямыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді осыны бір жағын үлкендеу, бір жағын кішіректеу қылып бөліп аламыз. Кішкентай бөлігін қойып, үлкен бөлігін домалақ қылып жаямыз. Қамырымызды домалақ қылып жайып алдық. Енді осыны табаға жайластырамыз. Табамызға салып жайластырдық. Енді үстінен вареньемізді саламыз. Үйлеріңізде қандай варенье бар? Кез келген варенье түрі бола береді. Вареньемізді жайғастырып болдық. Сіздерге бір лайфхак: көп үйде осындай вареньелер ашылып, кейде желінбей жатады ғой. Сол кезде осындай пирог жасап жегізіп жіберсеңіздер болады. Енді бұны қоя тұрамыз. Жаңағы бөліп алған кішкене бөлігін домалақ қылып жаямыз бұны да. Жаңағы екінші қамырымызды осылай жұқалау етіп жайып аламыз. Енді осыны осылай кесіп шығамыз. Қазір бетін сәндейтін боламыз. Сол үшін осылай кесіп шығамыз. Барлығын осылай кесіп алдық. Енді осыларды алып, осылай ортасынан қойып шығамыз. Осылай сәндеп шығамыз. Барлығын осылай қойып шықтық. Енді қалған жарты қамырымызды былай керісінше қойып шығамыз енді. Көбіңіз жасап көргенде боларсыздар бұл пирогты. Енді осының үстіне жұмыртқамызды жағып, қызып тұрған пеште пішіріп аламыз. Осылай жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Енді осы пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 30-40 минут арасында пішіріп аламыз.